Сарымсақтың бойында тұнып жатқан керемет қасиеттердің көпшілігі бұрынғы замандардан бері белгілі. Мысырда атақты пирамидалар салынып жатқан қиын кезеңде сарымсақтың көмегі ұшан теңіз болған екен. Яғни сарымсақты көптеп пайдалану арқылы жан-жақтан әкелінген құлдардың арасында болатын жұқпалы індеттердің өршуіне тосқауыл қойылған. Ежелгі Грекия мен Римде де оның емдік қасиеттері жоғары бағаланған көрінеді. Сәлем достар! Біз бүгін сарымсақтың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны туралы толығырақ айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып қолдау білдіріп кетіңіз. Ендеше бастадық. Сарымсақ дегенді естісек, ең алдымен оның өзін елестетуден бұрын иісі мұрнымызға келіп үлгереді. Жағымсыз иісіне бола оны жек көріп те жатамыз. Мұнымыз мүлде қате. Өйткені сарымсақтың біз біле бермейтін талай-талай кереметтері бар екен. Қазіргі таңда оның құрамы ғылыми тұрғыдан анықталып, адам ағзасы үшін пайдасы толық зерттеліп біткен. Сарымсақтың құрамында селен, германий, магний және тағы басқа көптеген микроэлементтер бар. Амин қышқылдары, А, Б, С дәрумендері, калий, фосфор, кальций элементтері, темір, хлор, ақуыз бар. Осылардың барлығы қосылып келіп, сарымсаққа кереметтей емдік қасиет береді. Жұқпалы аурулардың алдын алу мен емдеуде сарымсаққа тең келетін ештеңе жоқ десе де болады. Мысырлықтардың мыңдаған ғасыр бұрын бұл құпияның анық-қанығын білгендігін жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Ол ағзаның түрлі микробтарға қарсы әсерін күшейтіп, оның ауруға оңай берілмеуін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге адамға салқын тиіп ауырғанда, тұмауда пайдалы болып, жөтелді жұмсартып, қақырықтың бөлінуін жақсартады. Сондай-ақ сарымсақ асқазан ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді. Ас қорытуды жақсартады, қимыл қозғалыс белсенділігін қалыпқа келтіреді. Бауырыңызды қорғап өтті айдайды. Асқазан ішек жолында кездесетін ауру тудырғыш бактериялардың өсуін тежеп, жағымды ішек флорасының дамуын ретке келтіреді. Оның ішек паразиттеріне, майда саңырау құлақтарға әсері де зор. Сарымсақты жиі пайдаланып отыру асқазан мен ішек қатерлі ісігінің алдын алады деп есептеледі. Сарымсақ тек науқас адамдарға ғана емес, дені сау адамдарға да керек. Ол ағзадан сынапты, қорғасынды, кадмийді және басқа да уытты металдарды шығарады. Эритроциттердің бұзылуына жол бермейді, темекінің түтінде, қақталған етте және ластанған ауада болатын химиялық канцерогендерден бауырдың зақымдануын болдырмайды. Аурудың алдын алу үшін күніне 2-3 түйірін, ал ауруды емдеу үшін 4-6 түйірін жеу керек. Оны аспаздық жолмен өңдеген кезде пайдалы заттары жоғалып қалып жатады. Сондықтан шипаны шын іздесеңіз, табиғи сарымсақты пайдаланғаныңыз жөн. Қысқаша осы. Енді сіздерге кеңінен түсіндірейін. Біз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген сарымсақтың бірнеше ауруға ем екенін білеміз. Алайда оның пайда болу тарихынан бейхабармыз. Осы орайда сарымсақтың нақты қандай ауруларға емдік дәрі ретінде қолданылатынын толығырақ ашып айтуды жөн көрдік. Бұл жайында айтпас бұрын сарымсақтың қайдан шыққанына үңіліп көрейік. Көбінесе сарымсақтың отаны деп орталық Азия аталады. Кейбір деректерде Алтай таулары мен Тянь-Шань арасындағы жазықтық деп жазылған. Мыңдаған жыл бұрын ол Қытайға, Египетке және басқа елдерге келуі де мүмкін деген дерек те жоққа шығарылмайды. Басқа нұсқалар бойынша сарымсақ Орта Азия немесе Ауғанстанның тау бөктерінде, оңтүстік-батыс немесе тіпті оңтүстік Азияда пайда болған. Мұнда жергілікті халық әлі күнге дейін жабайы өсетін сарымсақты пайдаланады, ол өзге дақылдардан айтарлықтай ерекшеленбейді. Оның өткір иісіне қарамастан, ежелгі Мысырда да, Грекияда да, Римде де, Үндістанда да өсірген. Ал ежелгі Қытайда сарымсақты мүлде басқа мақсатта пайдаланған. Аспан асты елінде сарымсақ жерлеу рәсімі кезінде зұлым рухтарды қорқытатын күш ретінде қолданылды. Сонымен қатар Гомердің кейіпкерлері Ахилл, Агамемнон және айлакер Одиссей сарымсаққа сүйенгені әдебиет сүйер қауымға белгілі. Сондықтан сарымсақтың тұтас иісі Илиада мен Одиссейде қанның иісімен араласады. Тағы бір еске сала кететін дерек, кейінірек ежелгі грек атлеттері жаттығу алдында сарымсақты шайнап, допинг ретінде қолданған болса, орта ғасырда еуропалық шаруалар осы бір пияз тұқымдасты тұздалған етпен және майшабақпен қосып жеген.
Сол бір заманда сарымсақ дезинфекциясы көптеген адамды асқазан ауруларынан құтқарған. Сонымен қоса, сарымсақтың емдік әсері туралы аңыздар да жоқ емес. Оған сүйенсек, 1720 жылы Францияда сірке суына қосылған сарымсақ мыңдаған марсельдіктерді оба індетінен аман алып қалған деседі. 1548 жылы сарымсақ Ұлыбританияға Жерорта теңізінің жағасынан әкелінді. Ол жерде бұл өсімдік мол өседі. Құрлықта, әсіресе Италияда аталған пияз тұқымдас ешқандай кедергісіз, шектеусіз қолданылса, француздар жаппай көптеген тағамға қоса бастаған. Ерте заманнан бері сарымсақтың пияз сияқты тылсым қасиеттері бар деп есептелген. Ол қиындықтан қорғауға, зұлымдықты жеңуге және удың әсерін бейтараптандыру қабілетіне ие. Сол уақытта сарымсақ пен дуаның уытын кетірген. Соғысқа аттанбас бұрын гладиаторлар мен Рим сарбаздары матаға оралған сарымсақты белдеріне байлап, одан күш аламыз деп сенген. Балқан елдерінде вампирлерді қуу үшін есік тұтқалар мен терезе жақтауларын сарымсақпен сүрткен. Германияда марқұмдарды шайтандардан сақтап қалу үшін сарымсақты олардың қабірлеріне қойған екен. Францияның оңтүстігінде сарымсақты бургундар мен саскандар жоғары бағалайды. Гаскония халқының ашушаң мінезді болуын кейбіреулер осымен түсіндіреді. Бургундия герцогының сарайында ханымдарға түскі асқа қантты бәдем мен сарымсақ ұсынылған. Бүгінгі күнге дейін Гаскониядағы Сент-Клер қаласы еуропалық сарымсақ патшалығының астанасы болды. Мұнда шілдеден қаңтарға дейін әр бейсенбі сайын таңертең жәрмеңке ұйымдастырылып, онда бір ғана өнім сарымсақты сатқан. Аталған көрмеде оның түрлі сұрыптары болған. Себебі әрбір сатушы оның түпнұсқасын шығарып, өз өнімін мақтап сатқан. Күніне 50 тонна, ал жазда 100-ден астам тонна сарымсақ сатылып, ең жақсы сорттардың бірі жергілікті сарымсақты сату осы жәрмеңкенің ерекшелігі. Мақтанышы болған. Сонымен қатар тамыз айында бүкіл қала түрлене бастайды екен. Өйткені осы мезгілде сарымсақ мерекесі басталады. Мереке кезінде қала тұрғындары сарымсақ тарихы және оны қалай өсіру туралы маңызды дәрістер оқып, қызықты деректермен бөліскен. Енді мен сарымсақтың пайдасын кеңінен айтамын, сосын сарымсақтың 13 қасиетін айтамын. Және сарымсақтың да зиянды тұстары бар, соны да айтатын боламын. Менімен бірге біле жүріңіздер. Сарымсақтың пайдасы туралы. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ашы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамтитын бір маңызды зат бар. Бұл аллицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізуде. Аллицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек-қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелердегі, асқазан ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ сарымсақтың емдік қасиеті тек аллициннің арқасында ғана деу қате пікір. Оның құрамында басқа да фармакологиялық белсенді заттар, микро және макроэлементтер, витаминдер, антиоксиданттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай тізе беруге болады. Сарымсақтың басты 13 қасиеті. Қысқы уақытта әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатыны сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 13 түрлі қасиетімен бөлісеміз. Дәлірек айтсақ, сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Бірінші, сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді, сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Екінші, диабет кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын.
Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады, бүйректің, жүрек қан тамыр мен жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Өкінішке қарай сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де, қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика ретінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы немесе үйде дайындалған сарымсақ майын қолдануға болады. Үшінші, сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллицин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылуы кезінде пайда болады. Сондықтан көптеген халықтық рецептілерде сарымсақтың пайдасы барынша көп болу үшін сақталған дәрі-дәрмектерді бірнеше минутқа қалдыру керек екені көрсетілген. Төртінші, гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицин, сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы бір пияз тұқымдас көкөніс тромбоциттердің жабысып қалуын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілікке мәлім. Бесінші, сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кверцетинге бай. Сондықтан бұл пияз тұқымдасты көз инфекцияларымен күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге, сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Алтыншы, сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышымақ отырды, бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып, құлаққа тамызуға болады. Осы ретте сарымсақ майын дайындау әдісімен де бөліскен жөн болар. Ол үшін жаңа сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын тең мөлшерде араластыру қажет. Дәрілер бөлме температурасында сақталады, бірақ 3 күннен артық сақтауға болмайды. Жетінші, сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ қылып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Яғни ішек құрттарына қарсы дәрі ретінде аталған пияз тұқымдасты пайдалануға болады. Сонымен қатар сарымсақ ауру тудыратын микроорганизмдерді жоқ қылып, сау ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Сегізінші, сарымсақ суық тию кезінде де пайдалы. Суық тигенде және тұмауға сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керектігін бәрі біле бермейді. Жалпы осы ауруларда сарымсақпен емдеу мүмкін бе деген сұрақта туындайды. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде, түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ тішесін жеу арқылы сіз инфекцияның одан әрі таралуына кедергі жасайсыз. Я болмаса, суық тигенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға болады. Сарымсақ вирустық инфекциялар эпидемиясы кезінде оның алдын алатын ең жақсы дәрі. Көкөніс құрамындағы витаминдер мен минералдар иммунитетті сенімді түрде нығайтады. 9. Сарымсақтың тері үшін пайдасы мен зияны. Сарымсақ шырыны керемет бактерицидті қасиеттерге ие. Оның көмегімен Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жараларды зарарсыздандырған. Бірақ сарымсақ неғұрлым пайдалы болса, соғұрлым зиянды екенін есте ұстаған жөн. Таза түрдегі сарымсақ шырыны теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан қолданар алдында 1 бөлігі судан және 4-тен 1 бөлігі сарымсақ шырынынан тұратын су ерітіндісін дайындау қажет. 10. Сарымсақ безеулерді кетіреді. Жас өспірімдердің өтпелі кезеңдеріндегі безеу бөртпелері бұл жалпы кеңінен таралған тері проблемалары. Сарымсақ, бал, куркума мен иіс майдың қоспасы безеудің пайда болуына жол бермейді.
сондай-ақ безеуден кейін тыртықтарды, оның қалып қойған орындарын тегістейді. Сарымсақтың теріге тигізетін пайдасы дәмдеуіштің антибиотикалық қасиеттеріне байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдайда папилломалардан алынған сарымсақ та пайдалы. 11. Сарымсақпен демікпені емдеуге болады. Демікпені сарымсақпен емдеуде қайнатылған осы көкөніс түшелерін пайдаланады. Олар демікпе ұстамасының алдын алады және демалуға мүмкіндік береді. Дәрігерлер ұйықтар алдында күн сайын бір стақан сүтпен бірге 3 сарымсақ түшесін қайнатып ішуді ұсынады. Үкіштен өткізілген сарымсақ қосылған уытты сірке суы демікпе ұстамасына тосқауыл болатын таптырмас зат. 12. Сарымсақ ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Сарымсақтың өмір сүру ұзақтығына әсерін дәлелдеу мүмкін емес. Алайда осы пияз тұқымдастың жоғарыда аталған барлық пайдалы қасиеттеріне сүйене отырып, оны тұрақты түрде пайдалану өмір сүру ұзақтығын төмендететін бірқатар қауіпті факторларды жояды деп айтуға болады. Осылайша сарымсақ өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін. Сондай-ақ сарымсақ көбінесе өлімге алып келетін жұқпалы аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Әсіресе егде жастағы адамдар мен иммундық жүйесі бұзылған адамдарға көп көмегін тигізеді. 13. Сарымсақтың қатерлі ісікке де пайдасы бар. Онкологияда және қатерлі ісік ауруының алдын алу кезінде де сарымсақ маңызды рөл атқарады. Сарымсақты үнемі тұтыну асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігі ауруының даму қаупін азайтады. Бұл өсімдік ағзадағы канцерогендік заттардың концентрациясын төмендетеді, сондықтан ол қатерлі ісік ауруының, әсіресе сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Сарымсақпен емдеу максималды түрде нәтиже беру үшін оны шикідей үгітіп жеген дұрыс. Дәрігерлер дененің әртүрлі инфекцияларға төзімділігін арттыру үшін оны күнделікті жеуді ұсынады. Күніне 2-3 түшесін жеуге кеңес береді. Сонымен қатар қуырылған, қайнатылған, бұқтырылған тағамдар мен салаттарға сарымсақ қосудан қорықпаңыз және жаңа ғана шыққан сарымсақты ешқашан лақтырмаңыз. Жаңа өскен сарымсақ өте ерекше күшке ие. Осы бір ащы көкөністі жақсы көретін адамдар сарымсақтың қабығының да пайдасын біледі. Достар, енді видеомыздың соңғы тақырыбы сарымсақтың зияны да бар екенін біле жүріңіз. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Егер сарымсақты белгіленген мөлшерден асырып пайдаланса, онда ас қорыту жолдарының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кім жеуге болмайтынын білу керек. Пияз тұқымдастың екінші бір кемшілігі оны жеп болғаннан кейінгі ауыздағы жағымсыз иіс. Оны бірден кетіру мүмкін емес, осы себепті адамдар сарымсақ қосылған тағамдарды сирек жейді. Бірақ тұтастай алғанда сарымсақтың пайдасы бүкіл организм үшін орасан зор. Достар, бүгінге осы. Дұрыс тамақтану әр адамның міндеті. Ендеше каналға тіркеліп лайк басып қолдау білдіріп кетіңіз. Келесі видеода көріскенше.